Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы бюджетін сауатты жоспарлай білесіз бе? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сай, сабақтың мақсаты тыңдаушыларға қимыл есімі туралы түсінік беру, жаңа сөздерді жаттау, түрлі тапсырмаларды орындау арқылы сауаттылығын арттыру. Жаңа тақырыпты ашу үшін бейне жазбаға назар аударайық. Бейне жазба бойынша өздеріңізге керекті ақпаратты дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. 4 конверт ережесі кез келген отбасыға бюджетті тиімді жүргізіп, артық шығынға ұшырамауға мүмкіндік беретін тәсіл. Бұл жүйе Батыс Еуропа елдерінде жақсы дамыған. Ол үшін ақшаны жинап, депозитке салудың қажеті жоқ. Тек 4 бірдей конвертіңіз болса болғаны. Ол не үшін қажет дейсіз ғой? Алған қаражатыңызды, мысалы, бір айда 4 апта бар. Сіз, мысалы, міндетті түрде шығындарыңыз төлеп тастағаннан кейін, мысалы, несиеңіз болса, коммуналдық шығындарыңыз, міндетті түрде төлем жасалатын. Оларды төлеп болғаннан кейін артылған соманы бірдей қып 4 конвертке бөліп, 4 аптаға қойып қоясыз. И сол 4 аптаның ішінде сол конвертке салынған қаражаттан асырмауыңыз керек. Мысалы, сізде 20 мың теңге қалса, 5 мың теңгеден 5 мың теңге бір апта, 5 мың теңге бір апта, сол 4 аптаға бөлесіз. Бұл жүйедегі тағы бір ескертетін жайт, ол күнделікті кететін шығыстарда арнайы дәптер арнап жазып отыру. Психологтардың айтуынша, бұл отбасылық бюджетті басқарудың тиімді тәсілі. Осылайша шығыс журналына қарап, қаражатыңызды қалай жұмсағаныңызды біле аласыз. Үйден шыққанда қажет заттардың тізімінсіз шықпаңыз. Жалақы алған күні ештеңе сатып алмаңыз. Психологтардың айтуынша, жалақы алған күні адамды автоматты түрде өзін бай сезінеді. Дүкенге кірсе есепсіз сауда жасауы мүмкін. Дүкенге тек қолма-қол төлеуді әдетке айналдырыңыз. Ай сайын чектерді сақтап, ақшаңызды не нәрсеге жұмсағаныңызды жазып отырыңыз. Артынша қаншалықты қажетсіз зат алғаныңызды білесіз. Кез келген затты сатып алмас бұрын бағаларын салыстырыңыз. Ақшаңызды үйде қалдырып, тек оқыс жағдайда керек болып қалар деген қаражатты бірге ала шығыңыз. Шетелдік мамандардың тәжірибесіне сүйенсек, қаражатты басқарудың 3 түрі бар. Ол ақша таба білу, оны жинап, сақтай білу және жиналған соманы көбейте білу. Бейне жазба бойынша сұрақтарға жауап берейік. Берілген бейне жазба бойынша қандай ақпараттар білдік? 4 конверт ережесі не үшін керек? Қаражатты басқарудың 3 түрі. Ақшаны үнемдеудің басты қағидалары қандай? Грамматикалық тақырып қимыл есімі. Қимыл есімі іс-әрекеттің өзі емес, сол әрекеттің атауы ретінде қолданылатын етістіктің ерекше түрі. Жақтық, шақтық мағынада қолданылмайды. Қимыл есімі у-жұрнақ арқылы жасалады, әрекеттің атауы ретінде қолданылады және есімдерше түрленеді. Мысалы, ақша үнемдеу үлкен өнер. Бүгінгі жаңа сөздермен танысып, есте сақтайық.